фартук жөнінде. Мінекей мына лекал, иә? Қараңыз. Мына. Бұл лекал. Осы фартуктықты. Енді видеода менде көрсетіліп тұр. Мына. Осы 42 сантиметрдің деңгейінде мына алжапқыштың бел байлайтын мына белдемшені тігетін орны. Мен былай істер едім. Осы 42-ден 10 сантиметр түсіп, 10 сол жерден бастап байлағышты тігу керек. Егерде сіздің бойыңыз 170-175 болса. Мына фартукте, бұл алжапқышта. Мен видеода көрсеттім 42-ден 1-ден мына байлағышты жасау. Онда бұл фартук бойы 150-155-ке жарайды. Қараңызшы, менің манекенім мына биік болып тұр. Сондықтан да сол момент өткені бұл тігілді оқушы балаға. Ал мынау менің фартугым, қараңыз. Менің фартугым, егерде бүйтіп салыстырсақ, көрдіңіз бе? Бұның белбеуі қай жерде? Мына тұр, менің белбеуім. Менікі 12 сантиметр. Мына. Осы моментті тігерден бұрын қарастырыңыз. Және тағы да бір момент, мысалға, сіз осы қағазды пішіп алғаннан кейін оны өзіңізге мойынның артынан осылай қойып тексеріп алуға болады. Мына жағаны, мына артын ұзартуға болады, егерде адамның мойны толық болса. Әрине бұл фартук 42, 44, 46-ға жарап тұр. Ал одан да үлкендеу қылам десеңіз, мысалға 1 сантиметр қоса беруге болады. 1-1,5 сантиметр қосуға болады. Сол кезде мінекей фартук ұзарады. Мына ұзындығын ұзартуға болады. Мысалға менің мына фартугым ұзындау. 3-4 сантиметр ұзындау. Және мына белдемшені байлайтынды, мысалға мына қара фартукте ол қысқалау. Ол байлана қояды. Осылай байлана қояды. Ал менің фартугімде мына байлайтыны 2-3 есе ұзын. Қараңыз, ол менің бүкіл талияма осылай байланайын деп тұр. Бүкіл талиямды айналдыра, белімді 2 есе айналдыруға болады. Осы момент тігерден бұрын осы моменттерді ойластырыңыз. Мына фартугімде қалта жоқ, мына фартугімде мен 2 қалта салдым. Қалта өте ыңғайлы, керек екен. Он 15 сантиметр. 6 сантиметр. 6-дан төмен түсемін мұны. 5 сантиметр. 5 пен 15-ті қосамын. Бұл жағанын артты. Мына қағаздың ұзындығы 42 сантиметр. Астынан 14 сантиметр. Бір тастадым. Осы 14-тен жоғары қарай тағы да
15-14 тастадым. Мына 15 сантиметр тастадым. 42-ден солға қарай 24, 14-тен солға қарай 23, 15-тен бірінші 4 тастадым, және екінші рет 19 тастаймын. 19. Енді осы нүктелердің бәрін қосамыз. Қалай қосамыз? Қараңыз. 5 нүктесінен сызғышты осылай тік қоямда 3 сантиметрдей тік жүрем. Мына тік бұрыш. Осы тік сызылғанды жәймендеп бүгіп, осылай майыстырып, 19 нүктесіне алып келдім. 19 нүктесін қараңыз. Осылай 23-ке, 23-ті 24-ке алып келдім. Ал мына 15 4-пен бұлай қосылады. Бірінші 4-ке қосылады. Сосын жәймендеп 42-ге келеді. Жерді. Енді осы 4-тің бойынан осындай жаға істеп жүруге болады. Мысалға, мына 7 сантиметр. Арасына мына 4-тен жоғары қарай 1,5 сантиметр көтерілдім да, оны да 7-ге қостым. Мына біздің фартуктың алды шықты. Менің матам, мынау, мен сатып алдым дак деген мата. Қараңыз, менде 65 сантиметр. 0,65 сантиметр. Бұл мата я әрі, я ұзыннан, я көлденеңнен созылмайды. Сондықтан да мен осы ұзыннан піше берем көлденең қылып. Бұның 65 сантиметрде 2 бүктедім. Лекаламды қоя қоям. Ал мына жерге келгенде, осылай бұрып кетем. Осылай бұрылып кетеді. Енді
Филді. Осы белгіден фартуктың алжапқыштың ұзындығын мен 70 сантиметр қылдым. Мына 70 сантиметр. Мына қалған матадан байлағыш керек, және қалта, және жаға керек. Қараңыз, жағаны қайтадан осылай қоямын. Екінші рет тағы қиып алу керекпін. Сондықтан да оны қағазға көрсетейін. Былай болады. Мынау бағанаға 19 деген нүктеден және мына 42 деген нүктеден бір 5 сантиметрдей, 5, және соны жаңағы 19 деген нүктеге алып келем осылай. Болмаса сызғышпен. Негізінде осы майыстырғанда дұрыс. Маған керек осы. Бұл алжапқыштың екінші бөлігі. Бірінші түсіндік қоя, бұл менің матамның ұзындығы 0,65. Мен 65 сантиметр матадан тігейін деп отырмын. Қараңыз. Осылай қойдым. Мына. Осылай пішіп аламын. Мына астына қосыңыз. Астына 1, 2, 3 сантиметр қоса салайық. Мінекей мына жерменде 3 сантиметр. Осы детальді жаңағы кіреленетін мата, я болмаса дублерин дейді. Дублерин деп шығуға болады. Бұл дайын тұр.
Байлағыш матаның қалғанына байланысты. Мен қарап тұрмын, қанша менде мата қалды. Фартукке онша қатыстанбайтын, кір көтеретін, дұрыс. Мысалы, дак суды да тартпайды дейді өзіне. Көреміз іс жүзінде. Мен бір 10 сантиметр 10 қылсам. 10. Алпыс 7 сантиметр 10 айналдыра тігіледі, аударылады. Мінекей, екі байлағышы дайын тұр. Енді қалта. Қалтаға мінекей қалып тұр. Қалған қалыптығы 19 сантиметр. Ұзындығы мына. Осыдан екі қалта шығарып алу керекпін. Сіз де көресіз, сізде қанша мата қалды? Мына. Қиып аламыз. Қалтам дайын. Мен мынандай жұқа флизелин алдым. Флизелин деген ол ең жұқа түрі. Қараңыз. Жып жұмсақ. Мына жағында клей тұр. Көріңіз, қазір жабысады сол. Ол жабысу үшін бутектің пара керек. Мына қараңыз. Есіңізде ғой, жаңа біз 3 сантиметр бізге белгісі керек. Егерде мен пішілген жағаны өстіп қойсам, жаңағы лекалымды үстіне қайтадан қойсам,
мына 3 сантиметрдің орны және мына болашақ жағаның орнын белгілеп алайын. Бұл керек болады. Екінші жағына да. Бірінші тігіп аламыз. Қараңыз. Жағаның мына артқы мына ұзындығын және жағаның астында тұратын аптачка дейді, подборд. Осы екеуін тігіп шығамыз. Енді біз тігіп жібереміз мына 3 сантиметрді. Мына 3 сантиметрді осы жерді тігіп жіберу керекпіз. Сосын өтектейміз. Тіккен кезде тігістің басын және тігістің аяқталған жерлерін қайтарып тігу керек. Сол кезде ол сөгілмейді. Қараңыз. Көрдіңіз ғой? Өйткені машинада қайтарып тігетін арнайы функциясы бар. Енді осы тігістерді ашып өтектеу керекпіз. Өйткені қалың болып кететін. Өтектеп шығамыз. Арасын тігістерді ашамыз осылай. Болашақ қалтаның орнында дайындап қоямыз. 7 сантиметр дей түстім. Мына 7. Және болашақ қалтаны осылай белгілеп қоямын. Осы жерге дейін екен. Екінші жағына түсіріп аламын. Тіккен кезде іздеп отырмаймын. Енді жағаға кірісеміз. Қараңыз. Бор түскен, ол үш жағы. Мына бор түскен. Сонда матаны бетіне бет қоямыз осылай. Қараймыз, тігістері бір-бірімен кездескен дұрыс.
мынау ол жапқыштың іш жағы. Мынау жағаның флизелингленген іш жағы. Сонда қараңыз. Мына мойны артқы. Мына жылтырлап тұрған сол флизелин. Мына 3 сантиметр. Сонда тіккен кезде, әрине мына жақтан да флизелин клейлеп жүргенде болатын еді. Бірақ біз қазір қалай тігеміз? Көрдіңіз ғой, мына жерде менде тігіске қалған. Сондай. Мен осы бұрышты тігіп алу керекпін. Мына қазір машинаның тігісі осылай түседі. Осы бордың бойымен. Мына жағы ол да осылай. Айналдыра осыны тігеміз, бірақ тігерден бұрын біз былай істейміз. Көрдіңіз ғой? Мен жағаны осы жерден тігіп келе жатамда, бұрыламын. Осы жерге бұрыламын, тігем. Осы жерді бірнеше рет қайталап тігіп жіберуге болады. Осылай машинамен тігіп келе жатам. Осылай келдім. Осы жаққа қарай бұрыламын, сосын бері қарай келемін. Осылай. Дәл осылай екінші жағымда тігу керекпін. Ол үшін қағаз үлгіні артына да түсіремін. Осымен бірдей қылып. Осылай. Осы үшін қағаз үлгі ыңғайлы. Түсіндік қой? Сонда қазір машинамен осыны айналдырып тігіп шығу. Неге қараңыз? Астында тұрған бері қарай, оңға қарай тігісін аударамын да. Олавканы алып тастаймын. Осы жерді тігіп аламын. Мына артқа қарай қайтарам. Енді жағаның екінші жағында тігіп алған дұрыс. Ол үшін осы жағаның астында тұрған тігісін ашамын да, астыңғы жағында аштым. Және ашып тұрып тігіп жіберемін. Булавканы алып тастаймын. Енді айналдыра тіге беруге болады. Мына жағаға келдім. Лапкасын көтеремін. Мына осылай жүрдім. Аударамын. Ине матада тұрған дұрыс, мен кішіп кетті. Мына айналдыра тігілді. Енді тігіс түскен жерлерді
міндетті түрде өтектеп жүрген дұрыс тігістерді. Енді біз былай істейміз. Мына қараңыз. Көрдіңіз ғой, мынау флизелин түскен жағы жылтырлап тұр, Енді бет жағынан мына бүкіл шығып тұрған тігістердің бәрін тігіп жібереміз. Мына флизелин клейленбеген жағына, жағаның. Мына көрдіңіз ба, мына тігіске тіреледі. Мына бет жағынан тігеміз. Мысалға, мына бет жағынан өстіп ұстап тұрамын да. Қазір тігіс менде түседі. Мінекей осылай түседі. Ол тігіс не үшін керек? Ол мына шашақталып тігілген жіптерді, матаны бәрін бұратала жинап, ол бір жағына ұстап тұрады. Мына осылай. Егер мен қазір булавкамен көрсетсем, қараңыз. Сонда мата қара ғой, дұрыс көрінбеуі мүмкін. Мына машинаның тігісі осылай түседі. Мына осылай. Ал бұл не үшін керек? Сонда мына жаға әдемі болып тұрады. Қараңыз. Енді үш жағында көрдіңіз ғой, ол мына ішіндегі бүкіл тігілген, тігіске қалған матаны біріктіріп ұстап тұрады. Сондықтан да қазір жағаның екі жағын осылай тігіп шығамыз. Мынау жаңа біздің тігілген жер, бұл аударылады. Енді артқы жағасын қараңыз. Мысалға, екі жағын тіктік ал, енді артқы жағасы. Артқы жағасында да дәл солай. Мына флизелин клейленген. Мына жағаға біз мына флизелин клейледік. Флизелин деген. А мынау оның астыңғы жағы. Сол сияқты мына астыңғы жағынан тігіс түсіреміз. Мына флизелин бар астыңғы жағындағы мына тігіске қалған матаны ұстап тұратындай қылып тігеміз. Қанша кіре аламыз жағаға, сонша. Мысалға, мінекей. Мына жер есіңізде ғой, мынандай үшбұрыш тұр бізде. Қазір ол үшбұрышты қаншымен қиямыз ғой. Сол қиярдан бұрын мына осылай ұстап тұрамын. Мен қолмен ұстап тұрмын. Мына бүкіл тігісті, көрдіңіз ғой, мына тігісті. Осы тігісті машина тігісімен ұстатқыздырамыз қазір. Мына осылай қойдым да. Мына тігістің бәрі сол жақта. Мына тігістің бәрін осылай. Осылай тігіп аламыз. Жағаның екі жағын, жағаның артқы жағын. Көрдіңіз бе, қолмен тігістің бәрін
мына сол жаққа жіберіп жатырмын. Мына лапка қай жерге дейін барады, сонша тіктім. Енді осының бәрін өтектейміз. Өтектерден бұрын мына үшбұрышты дайындап қиып аламын. Мына тігіс түскен жер. Мына жағынан көрсетейін. Мына көріне ме? Көрінбейді видеода. Негізінде маған да көрінбейді. Көрініс қара матадан тігу деген осы. Бәрі қап-қара болып кетті. Егер де мен қазір тігісін қиып жүрсем, машинамен қайттан тігіп жіберу керек. Тексеріп жүрейін. Қимаппын, бірақ үстінен машинамен тігіп жүрген дұрыс-ау. Мен қайттағы да бір рет тігіп жібердім үстінен. Енді жағаны аударамыз. Мына бұрыштарын бәрін әдемілеп инемен шығарамыз. Сосын үстінен өтектейміз. Мына біздің жағамыз шықты. Енді булавкамен шығарамыз бәрін. Қалың болса қалыңдығын қиып жібереміз. Дақ деген мата көрдіңіз ғой, тез шашақталады. Оны көп қия беруге болмайды. Өстіп бұрышын осылай шығарып аламыз. Енді мына жерге келейік, қараңыз. Мына жерге келгенде бұны да осылай тартып жіберемін. Өстіп осыны өтектейміз. Өтектеп жіберейік. Мына менің жағым. Айтпақшы, мінекей. Мына тігіс көрдік қой. Бұл тігіс, қараңыз, қалай көмектесіп тұр. Өтексіз мына жағаны ұстап тұрады реттеп. Мына. Енді өтектейміз. Қараңыз, қандай өтек осыны жөндеп жібереді қазір бізге. Астынан қараймын, тартып. Қандай тігіс тартып тұрғаны. Өстіп жөндеп жүреміз мына өтекпен. Осылай жағаны айналдырам. Асықпай өтектейміз. Мына біздің алжапқыштың алды. Тартып
мысалы іш жағында тартып тұрған жіптері болса қиып жіберу керек. Мен қиғанша алдым. Мына іш жағы, мына сырт жағы. Мінекей жағаны бір жағы өтектеліп тұр, енді екінші жағы. Осылай әдемілеп өтектеп аламыз. Енді қараңыз, мына жағаны өтектедік ал. Ол әлі басылары, әлде де мына іш жағынан тартып тұрғанды жөндеп жүруге болады. Енді біз әрі қарай кірісейік. Кімде оверлок бар? Осыны алжапқышты айналдыра оверлок салған дұрыс. Қараңыз. Іш жағында жағанның мына ішкі жағын, бұған да оверлок салған дұрыс. Айналдыра. Ал егер де сізде оверлок болмаса, не істеуге болады? Қараңыз. Осылай қайырамын, үстінен зигзаг жүруге болады. Тік-тігіс болса шашақталып кетеді, сондықтан да зигзаг салған. Қазір көрсетейін. Егер де оверлок, бұл мата қалың, негізінде қалың мата. Сондықтан да зигзаг та жүруге болады. Қазір көрсетейін. Мінекей, мына шетін қайырамыз осылай. Мына ең тігіске қараңыз. Қандай әдемі. Түсіндік қой? Оверлоктың орнына осылай істеп шығамыз. Мінекей, мына жерде қайырдым астын. Оверлок болса оверлок салыңыз, жоқ болса зигзагпен жасағыңыз келсе зигзагпен жасаңыз. Мына қайырамын. Мына осылай. Түсіндік қой? Сонда сіз қараңыз. Осы жерден, осы жерге дейін зигзаг салып шықтық. Немесе оверлок. Мына. Бұл енді екінші жағы. Түсіндік қой? Осылай тігіп шығамыз. Мына қараңыз. Ішкі жағы зигзагпен тігілді. Әрине. Егер де сіз оны әрі қарай әдемі қылып тігем десеңіз, онда біз былай істейміз. Зигзагқа жақындау, қайшымен артық мына шашақтарды алып тастаймыз. Бұл оверлок жоқтарға. Оверлок барлар әрине. Енді артығын алып тастадық қой. Бұны әлде де тағы да қайырып, тік-тігіс жасауға болады. Осылай қалдыруға да болады.
Енді не істейміз? Енді мына артқы мойын, қараңыз, мына артқы мойын. Осыны сіз қазір тігіспен осы жерді ғана тігіп жібересіз де, не үшін? Қозғалып кетпес үшін. Міне арттағы зигзагпен тігіп жіберуге болады. Бірінші тігіс дұрыс ау. Тігіс шамалы. Міне осылай. Ашылып, жан жаққа шашыла бермес үшін. Қараңызшы, артық мата шығып жатыр. Шыға берсін. Жағы тіккенде солай болады. Міне. Оны мен артын тігіп қойдым. Енді зигзаг айналдыра жағасын тіккен кезде, қараңыз, менде фризелин деп тұр да, ол бет жағы ғой. Мына астыңғы жағы артықтау шықты. Сол артығын мына беткі жағамен теңестіріп, артығын алып тастаған жөн. Енді оверлок болмаса зигзаг салып жүреміз. Қай жерден бастап? Мына матаға осылай айналдырамын да, айналдыра зигзаг салам. Ал мына жерді мен ойластырып тұрмын, қалай істесем екен деп. Бұған да зигзаг салсам, мына екі қабат қалың болып кетеді. Бірақ қалың болса болсын, бізге зигзаг салып көрейін ал. Сәл көп емес қайырдым осылай. Егер де әдемілеу тіксек, бұл жерге косой бейкі тігуге болады. Бірақ зигзаг тіге берейін, онда мен айналдырамын. Сонда ал жапқышты екі шетін астына дейін ғана зигзаг істейміз. Қайырамыз, басқаша қайырамыз. Көріңіз, шашақтар бәрін ұстап астына зигзагқа жіберу керек. Мата тез шашақталып жатыр. Бұлай тіккен дұрыс екен. Бет жағынан, мына матаның бет жағынан қайырып тіккен дұрыс екен. Жаңа ар жағы ұнамады. Осылай істейміз. Так, жіп шығып кетті. Ал кеттік. Мына жібім шығып кетті қайтадан. Өстіп қайырып беріп отырамыз. Түсіндік қой, сонда алжапқыштың екі шетін осылай зигзаг істеп жасап шығайық, немесе оверлок. Енді қараңыз, саған мына мойынға тігістер қажамас үшін біз былай істейміз. Бұны осылай аударамыз да, зигзагын, оверлогын үстінен тігіс саламыз. Ал мына жерден бастап, бұл енді бет жағы, бұл жерде сонда қараңыз, бұл арт жағында осылай тұрса, ал мына жерден бастап бұны бері қарай қайырып жіберейік. Сөйтіп айналдыра осыны тігіп шығамыз да, бізде екі бау қалайын деп тұр.
екі бауын тігеміз. Осылай тігеміз. Аударып аламыз да, өтектеп аламыз. Сөйтіп, екі бауды мына фартуктың мына екі шетінен тігіп жібереміз. Сосын қалтаға кірісеміз. Енді қалта. Қалтаның орны мен іш жағына сызып қойыппын. Соны қазір сырт жағына белгілейін. Булавкамен. Осылай. Енді қалтаны мына қайырып тігіп алдым да, өтектеп дайындап қойдым. Осылай. Ол енді ыңғайлы болады. Үстіне бүйтіп қоя қоям да. Мінекей, осылай тие қоямыз, қайтарып жіберіп. Мынандай гүлді тігу үшін осылай сызып алдым. Мінекей. Жіптерім дайын.